Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өзіме ерекше қатты ұнайтын тауық етінен жасалған кәуаптың маринадымен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге шағын 6 штук тауық еті, яғни окорочка керек болады. Жақсылап терісінен сыпырып алып, бір келке етіп кесіп алған соң, дайын тұрған ыдысымызға 2 тіс чеснокты майдалап жақсылап турап, және үстіне 1 шай қасық зира, 1 шай қасық тұз, тұзды дәміне қарай тағы қоссаңыз болады, және 2 шай қасық паприка, 70-80 мл сұйық май. Барлығын жақсылап араластырып алған соң, үстіне туралған тауықтарыңызды салып, тағы да жақсылап араластыра отырып, 3 сағатқа салқын жерге қойып қоясыз. Дайын болған маринадталған тауықтарыңызды яғни түйреп, жақсылап қызып тұрған шоғыңызда пісіре берсеңіз болады. Тағы бір айта кететін жайт, пісірмей тұрып, яғни шоқтарыңыздың үстіне тұз сеуіп жүрсеңіз, жақсылап күймей пісетін болады. Жасап көріңіз, ас болсын, және каналға тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыз.